Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге каруселді қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін мынау дайын шаблонды жүктеп аласыздар. 6 неден тұратын шаблон, PowerPoint бағдарламасы шаблонды жүктеп аласыздар. Одан кейін мына жерде бізде дайын шаблон тұр. Мынау фотолар 1, 2, 3 ретімен тұр. Осы жерде осыған біз керекті фотоларымызды қоямыз. Мысалы бірге мына жерде изменить рисунок басамыз. Осы жерден керекті фотоны таңдап аламыз. Мысалы біріншісіне Нұрсұлтан қаласы, Астана қаласы фотосын қойдым. Екіншісіне мысалы изменить рисунок. Осыған басып мысалы Алматы қаласын қойдым. Осылай қалғандарды қойып шығамыз. Яғни ретімен 1, 2, 3, 3-ке мысалы изменить рисунок деп фотоны қоямыз. Мысалы Шымкент қаласы, одан кейін 4-ке изменить рисунок Ақтөбе қаласы, одан кейін 5-ке мысалы Қарағанды, одан кейін соңғысы мысалы рисунок оған Тараз қаласын қоямыз. Осылай біз қалаларды қойып шықтық. Енді ең біріншіде тұрған мысалы бізде Нұрсұлтан қаласы. Название деген жерге Нұрсұлтан немесе қазіргі атауын Астана қаласы жазуға болады. Мысалы Астана қаласы бірінші тұрғаны бізде. Яғни карусел айналады. Жаңа видеода көргендей айналған біріншісі Астана, одан кейін Алматы, одан кейін мысалы Шымкент, дәл солай кете береді. Немесе сіздер қала болмаса басқа нелерді де қойып осылай жасасаңыздар болады. Енді осылай қойып алғаннан кейін дайын шаблон аласыздар, керекті фотоларыңызды қоясыздар. Бірінші неде осылай атын жазасыздар, мына жерге не болса соның атын жазасыздар. Одан кейін біз мысалы показать слайдқа басатын болсақ, бізден Астана қаласы шығып тұр, бірінші фото тұр, одан кейін былай басамыз, 2-ке өтті. Қалғандарына да мысалы фотоларды қойып шыққаннан кейін, яғни ретімен қоямыз. Бірге мысалы Нұрсұлтанды қоясыздар. Барлық нелерде шаблондарда бір қай жерде тұр, тура сол жерге сол фотоны қоямыз. Яғни бірге мынау слайдта, бірінші слайдта қайсы фотоны қойсақ, қалған слайдтарда да бірінші нөмірге дәл сол фотоны қоямыз. Одан кейін біз мына жердегі негізгі фото анық көріну үшін не істейміз? Ол үшін вставка бөліміне кіреміз. Фигурадан мына төртбұрыш таңдап аламыз. Одан кейін мына жерді белгілейміз. Белгілеп аламыз. Формат фигуриге кіреміз. Одан кейін линияны алып тастаймыз. Линия керек емес. Заливкадан прозрачностьті біз қоямыз. Прозрачностьті 35-ке қойдым мысалы. Осылай қойсақ болады. Одан кейін мынаның түсіні формат фигураға қайттан кіреміз. Түсін ақ түсті аламыз. Окей. Болды. Мынау бізде уже прозрачный болып, артында мынау анық түсті көрінеді, ал артындағысы анық болмайды. Одан кейін оны копировать етіп аламыз. Мына жерге де тура соны қоямыз. Дайын келеді, бұлай қоя саламыз. Болды. Енді тағы да мен аламын, астын жабу үшін мынаны қысқартамыз. Одан кейін мына жерге қоямыз. Болды. Дайын. Енді қарасаңыздар, показать слайдқа басамыз. Сначала Астана қаласы бұлай анық көрініп тұр. Қалғандары астында осылай көрінеді. Одан кейін келесі слайдқа өтеді, осылай жалғаса береді. Мысалы, мынау бізде жаңа мен көрсеткен дайын шаблон. Дәл осының несі? Кені. Бұлай басамыз, өте береді. Карусел айналып тұр. Осылай жасасаңыздар болады.